біреуге өтірік куәлікке шақырасыз. Яғни өзіңіз күнә жасағанмен қоймай, біреуді күнәға тартасыз, ортақ қылып. Тағы да одан кейін әкеңіз, анда болмапсың ғой, мында болмапсың ғой десеңіз, тағы да қосып өтірік айта бастайсыз. Яғни бір өтірікпен іс біте салады деген ой болады адамда. Осы жерде сұрақ қойса, мен сол жерде бір өтірік айтам, бисмилля, құтылам дейсіз. Құтылмайсыз. Бәлки екіншісін тартып алып келеді. Күнә да сондай. Құранда айтылады. Бір күнә жасасаң, соңынан дереу жақсылық алып кел, әлгі нәрсені өшірет дейді. Яғни сіз кейбір жүрегіңізге түскен дақтарды дереу соңынан өшірмесеңіз, ол дақ жағылады. Екінші бір дақты тартып алып келеді. Екінші бір ауыр күнәні тартып алып келсе, қайда барасыз күніңіз? Сіз бүгін бір әйел, жалаңаш әйелге қарауға рұқсат алдыңыз. Или көзіңізбен шығарып салдыңыз, бір әйелдің әуретіне қарадыңыз. Енді соған жүрегіңіз рұқсат берсе, астағфирулла, ертең одан да бөлек екінші бір әйелдің қолын алуға да рұқсат аласыз. Қолын алғаннан кейін бетін сүйесіз. Бетін сүйесін, белін ұстайсыз, бәленің бәрін істейсіз сосын. Қайда кетпедіңіз? Басы әшейін ғана қараудан басталып еді. Бір күнә екінші күнәні тартып алып келеді. Сондықтан бауырлар, әр нәрсенің өзінің емі бар. Шайтанның емі Алланың зікірі, нәпсінің емі оның тәрбиесі. Ал Алладан келген адасу болатын болса, бауырлар, дереу тәубе қылыңыз, Раббыңызға қайтыңыз. Тәубе намазды көп адамдар сауатсыз оқиды. Тәубе қылдым дейді, 2 рәкат намаз оқиды, болды. Жоқ. Тәубенің өзінің жолдары тұрған жоқ па? Біріншісі мойындауыңыз керек. Мен сол күнәні жасадым. Мойындауыңыз керек. Соның күнә екендігін мойындауыңыз керек. Екінші, өкіну керек. Өкіну керек. Яғни мойындадым, дұрыс болды емес. Жоқ, өкіну керек. Кәдімгідей жүрегіңізді күйдіретін өкініш болу керек. Күймей ма жүрегіңіз? Онда емделмейсіз. Ал сол өкініштен кейін қарар келеді. Өйткені жүрегіңіз күйіп баратыр ғой. Сол күйуді емдеу үшін сіз айтасыз, екінші мен осыған бармаспын дейсіз. Дұрыс па? Өйткені өкіну соны айтқызады ғой. Екінші мен сол нәрсеге бармаспын деп өкінесіз. Бірақ, астағфирулла, бұл өкініш қияметке бармасын, бауырлар. Құранда айтады, «Яума я'адду залиму аля ядайхи». Сол бір күн, қиямет күні, залым адам екі қолын шайнайды дейді. Бармағын шайнайды емес. Ол бармақ шайнау бұл дүниеде, ол әшейін өкініп, күнә жасап қойдым ау, немесе қателесіп қойдым, ол бұл дүниеде. Арғы дүниеде екі қолын шайнап жеп қояды өкініштен. Бірақ не пайда? Не пайда? Күнәңіз қияметке қалмасын. Жеңіл санамаңыз ешқандай күнәні. Енді жақсы амалдарға тоқталып өтетін болсақ, жақсы амалдар бірі періштеден, бірі Алладан дедік. Сахих хадисте келеді, Амран ибн Хусайн деген кісіден. Ол кісі, негізі сахих хадис бұл. Абу Даудте келеді, басқа жолдарда көп. Осы хадисте келу бойынша бұл кісінің іші науқас болған екен. Ішінен бір жара шықты ма, әйтеуір іші науқас деп айтылады. Сол қиналғаннан соған жаңағыдегі сол кездерде халал ем қолданатын шығар, дұрыс нәрсе қолданатын шығар.
сол кезге сабыр қылғаннан бұл кісі періштелерді көреді екен. Періштелерді көреді екен. Амандасады екен періштелер бұл кісімен. Ассаламу алейка я Амран деп. Періштелер амандасады дейді бұл кісімен. Сонда не болды дегенде бір күні шыдай алмай күйдірдім дейді сол жараны дейді. Сол кезде көрінбей қалып періштелер дейді. Күйдіруді тоқтатып едім, қайтадан көре бастадым деген екен. Яғни, бауырлар, жақсылық көп жерден келеді. Солардың барлығы расында да бірінші орында Алладан ғой. Ол бізге деген махаббаты, бізге деген ұлылығынан болады. Соны таразыға салатын ғалымдарымыз. Имам Ғазали рахматуллахи алейх, оның да 3 таразысы бар дейді. Егер сізге келген бір жақсы ой, сауап ой, ол сыртынан ба, немесе ішінен ба, яғни сырты жақсылық па, әлде іші жақсылық па, қайдан келіп тұрғанын білгіңіз келсе, сол таразыға салыңыз дейді. Яғни ішіңізден шынымен сол жақсылықты ойлап тұрсыз ба, әлде сыртыңыз соған әшейін соны істесей деген бір ой келді ма дейді. Егер істесей деген жай ғана ой, бірақ жүрегіңіз соны ауырсынса, онда бұл періштеден келген нәрсе дейді. Өйткені періште де жай ғана айтады сізге, болды. Орында орындамау бисмилля, сізден. Өзіңіз білесіз. Ал таразының екіншісі, егер сол ойға қара дейді, ол насихатшы ма? Әшейін жай насихатшы ма? Жоқ, істейсің деп тұрған жүрегіңізге қадалып қалған ой ма? Егер жүрегіңізге қадалып қалған ой болса, онда ол Алладан дейді. Кейде болады сонда, яғни бір нәрсені жүрегіңізден кетпей қояды. Қосаңыз да сол жақсы амал істегіңіз кеп тұрады да. Мысалы, кейде бір садақа бергіңіз келеді. Қолыңыз қалтаңызға салса бол, ананы бермедің ғой. Ананы бермедің ғой деп ойыңыз, жүрегіңіз тесіп баратыр. Осын беріп құтылайшы дейсіз, сосын болмағасын ше. Қараңшы, Алладан сізге илхам берілді. Алла сізге жүрегіңізге садақа беруді нәсіп етті. Немесе тәубе қылуды нәсіп етті. Жүрегіңізді тесіп баратыр. Сол күнә ғой, тәубе қылсай деген ой болады. Алланың мейірімін қараңыз. 2 иықтағы періштені Сахих Муслимда келеді. 2 иықта періште бар дейді, олар жазып отырады дейді адамды. Амалын бәрін жазып отқан кезінде, оң жағындағы жазып отқан, сол жағындағы билікшіл болады екен. Билік құрады екен. Бір жаман амал жасаса, сол жағындағы оң жағынан сұрайды екен. Жазайын ба дейді екен. Сөйтсе оң жағындағысы қоя тұр дейді екен. Қоя тұршы, кешіктір. Мүмкін тәубе қылар ол. Мүмкін қазір соңынан жақсылық алып келіп, әлгіні жой жіберер дейді екен. Қараңшы. Осындайдың арасында сіздің тәубеңіз түссе, сізге мүлде жазылмайды да ол нәрсе. Өшіп те кетеді сол күйі. Тағы да Алладан екенін білгіңіз келсе, бір сауап амал жасасаңыз, соңынан жақсылық тағы да жасағыңыз кеп тұрса, онда біліңіз, бұл да Алладан. Өйткені Алла тағала сізді өзінің жақсылығына қолданғысы кеп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда дұға бар. Аллахумма стамилна ва ла тастабдилна деген. Я Аллахым, мені өзіңнің жұмысыңа қолдан, менің орныма қолданба басқа нәрсеге дейді екен. Өзіңнің қызметіңе мені қолдан, өзіңнің қызметіңе менен басқаны алма деген сөзі бар екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қайсы бір адамды Алла тағала сүйсе, өзінің қызметіне пайдаланып, сол қызметінің үстінде жанын алады дейді. Сәждеде жатып дүние салғандар бар, садақа қылып жатып дүние салғандар бар. Не бір жақсы амалдың үстінде дүние салған адамдар көп. Өзінің қызметіне пайдаланып, Алла тағала сол қызметінің үстінде жанын алады.
Сол үшін пайғамбарымыз дұға қылады екен: «Я Аллахым, мені өзіңнің қызметіңе пайдалан мені. Басқаны пайдаланба менің орныма» дейді екен. Егер сіз сауап амал жасадыңыз, содан кейін тағы да бір амалға жүрегіңіз барғысы кеп тұрса, біліңіз, бұл Алладан келген сізге кеңшілік, Алладан келген мейірім, Алладан келген сізге деген жақсылық. Сіз бір жақсылыққа еге болсаңыз, тағы да ал пендем, тағы да ал пендем деп тұрған Алланы шүкірін тоқтамай жасауыңызға тура келеді. Осы жақсылықтардың барысында тағы бір ескерту бар. Көп адамдар ойлайды, жақсылық осы екеуінен деп. Я, жақсылық осы Алладан болады, не періштеден болады. Бірақ кейде сондай жақсылықтар бар екен, сырты, суреті жақсы да, іші арам болған, іші адастыратын жақсылықтар бар. Ол жақсылықтардың жамандық екенін әшкере қылғыңыз келсе, имам Ғаззали айтады, 4 таразы бар дейді. Немесе сол жамандықтың 4 түрлі белгісі бар дейді. Сырты жақсылық сияқты да, бірақ оның 4 белгісі бар жамандықтың. Біріншісі ажала, асығу. Яғни бір жақсылық келеді, асығып тұрсыз. Жақсылықты асығыңдар деген, иә. Бірақ асығыңдар дегенде екіншісі бар оның ар жағында. Ол әмін, тыныштық. Яғни ешқандай қорқыныш жоқ. Тыныштықпенен асығып тұрсыз. Сол асығудың жанында нашатун мин дуни хашия дейді. Алладан қорықпайтын бір алға ұмтылып тұрған ынталық. Яғни бір ынта келеді. Асығыстық, тыныштық, ынта келеді екен. Яғни бір сізді ынталандырып тұр да. Ар жағында ең 4-ші белгісі соңын ойламау. Соңын ойламайтындай ынта келеді екен. Яғни бір іс келсе, жақсылық іс, ойланыңыз. Егер ол тез, жүрегіңіз тыныш, ынтықтықпенен, яғни тоқтамай жасағыңыз кеп тұр, және арт жағы не болатынын ойламасаңыз, онда біліңіз, ол сырты жақсы, бірақ оның іш жағы басқа нәрсе. Әлгі жоғардағы уағызға кетіп баратқан адам сияқты ғой. Бір жігіт жаңағыдай бір жақсы сауап амал орындаймын деп уәде қылды. Сөйтіп кетіп баратып, анасы шығып, балам, маған жәрдем берші десе, қоя тұршы ана. Мен Алланың ризалығын табуға баратырмын деп айтады дейді. Сөйтіп анасы алдынан ары бері тұрса, итер жіберген екен. Құлап, анасы қолын шығарыпты дейді. Не болды енді соңы? Ойлаңыз. Яғни ол кісі асығып тұр. Және өзінің соның дұрыстығында тыныш тұр. Және соған деген ынта көзін жауып тұр. Аяғы не болатынын ойлап та тұрған жоқ. Шын Аллаға деген ұмтылған адам таңдамайды ғой, білесіз ба? Шайтан да күнә амалды таңдамайды. Жаңалде айтқанымдай. Яғни сізге бір күнә келсе жүрегіңізге, тағы да бір күнәні ойлап көріңізші. Ол да бола береді десе, шайтаннан деп айттым ба? Яғни өйткені шайтанға бәрібір сізге. Қайсы жағынан адасасыз, қайсы жағынан сүрінесіз, бәрібір оған. Дәл сіз де сондай болуыңыз керек. Қай жағынан сіз сауап амал жасайсыз, сол жағынан сіз алға қарай ұмтылуыңыз керек. Қандай бір сауап амал көрсеңіз де,